Сәлеметсіздер ме, құрметті курс тыңдаушылар? Бүгінгі соңғы практикалық сабағымыздың тақырыбы жиын элементтері мен жұмыс. For in көмегімен жиын элементтерін жазу. For item, in, бір, екі, some, print, item деп алатын болсақ, нәтижесінде бізде some, екі, бір, яғни бұл дегеніміз жиын элементтерін true, ақиқат мәнін қабылдайтын in логикалық операциясы анықтайды деген сөз. Келесі элементті жиынға қосу. Элементті жиынға қосу үшін адыды адысы бар, яғни А кез келген А жиыны берсін, ол 1, 2, 3 деген элементтерден құралсын. Ондағы print А жиынын шығаратын болсақ, әрі қарай біз А нүкте, яғни А айнымалыс нүкте адыды 4 деген элементті қосқымыз келсе, print А десек, біз нәтижесінде жаңағы 1, 2, 3 элементтерге 4-ші элементті, 4 деген элементті бізге қосып береді. Адыда адысы дегеніміз осы. Python бағдарламау тілінде біз осы әдістерді қолдану арқылы жиындарға элементті қоса аламыз. Жиыннан элементтерді жою. Жиыннан элементтерді жоюдың 3 жолы бар. Discard, remove және pop. Бірінші А нүкте discard x. Егер мұнда элемент болмаса, онда ештеңе болмайды. Екінші А .remove x. Сондай-ақ көрсетілген x элементін А жиынтығын жояды, бірақ жойылған элемент жиынтықта болмаған кезде remove әдісі k-error деген бізге қателікті береді. Сондықтан бар жоғын тексеруді қажет етіп отырады. Мысалы, мынандай әріптік немесе текстік жиын берілсін: Алина, Ксения, Елизавета, Алена деген. Осы жердегі осы айнымы А жиындағы біз кез келген бір элементті жою үшін name input кого удаляем, if name in A remove name, яғни remove жоюды беріледі. Жаңа жою әдісі print А жиынын деп шығаратын болсақ, нәтижесінде біз А элементі сен, Алина, Ксения, Елизавета, яғни консольға біз Алена деп жазатын болсақ, Аленаны алып тастайды да, жояды да, Алина, Ксения, Елизавета деген элементтерден құралған жиынды ғана нәтижеге шығарып береді. Үшіншісі А pop x. Жиыннан бір кездейсоқ элементті жояды және оның мәнін қайтарады. Егер жиын бос болса, онда k-errorлық қателік ерекшелік жасалады. Арифметикалық амалдар. Яғни А және Б жиындарын бірігу жиынын қайтарады. Яғни бірігуінің екеуінің жиынын қайтаратын болсақ, А нүкте union Б жиынын деген мағынаны білдіреміз. Яғни бұл дегеніміз А жиыннан Б жиынын ішкі жиыннан С жиынын аламыз деген сөз. Белгілеуі келесіде, яғни С тең А Б деп болады. Екінші, жиынның қиылысы, умножение. Көптеген элементтерді қайтарады, бір уақытта екі жиынтыққа тиесілі, яғни А және Б жиындарының жалпы элементтері А intersection Б деген амал әдіс арқылы біз жасаймыз Python бағдарламау тілінде. Белгіленуі келесіде, яғни С айнымалысы А және Б деген белгілену арқылы, таңбасы арқылы жасалады. Үшінші, жиынның айырымы. Ол дегеніміз А құрамына кіретін, бірақ Б құрамына кірмейтін көптеген элементтерді қайтарады. Яғни бізде А құрамына кіреді, бірақ Б құрамына кірмейтін элементтер болған жағдайда біз келесі әдісті қолданамыз. Ол дегеніміз А difference Б деген әдіс. Оның жазылуы, яғни белгілеуі С тең А минус Б арқылы біз жасаймыз. Бұл бізде Python бағдарламау тілінде қолданатын әдістердің бірі. Төртінші, жиындардың симметриялық айырмасы. Ол дегеніміз А немесе Б құрамында кіретін көптеген элементтерді қайтарады, бірақ олардың екеуінде де бір уақытта емес,
А симметрик дифференс Б деген әдісті қолдану арқылы жасалады. Белгіленуі келесі тұрғыда, яғни С, А, Б деген сөз арасына келесідей таңбаны қою арқылы жасалады. Енді логикалық операцияларды кішкене нақтырақ қарастырып кетейік. Мысалы, А жиыны кіші немесе тең Б жиыны болған жағдайда біз А нүкте is subset Б деген әдісті қолданамыз. Бұл дегеніміз, егер А Б жиынтығы болса, true қайтарады, яғни ақиқатты қайтарады деген сөз. Немесе А кіші немесе тең Б деген жағдайда болса, онда А is subset Б деген әдісті қолданамыз. Егер керісінше Б А ішкі жиынтығы болса, онда ақиқат қайтарылады. Тура солай, А кіші Б-дан эквивалент А кіші немесе тең Б және А тиісті емес, яғни А жиыны оған қатысты емес Б деген білдіреді. Егер А кіші Б болса, эквивалент А кіші немесе Б және А тең Б, яғни тең емес. А жиыны Б жиына тең емес деген мағынаны білдіреді. А жиыны Б жиына тең жағдайда ақиқат true жиын эквивалентті. Яғни эквивалент А жаңағында кіші Б болған кезде бізде А жиыны Б жиына тең емес деп аламыз. Ал егерде эквивалент А кіші немесе Б болғанда, тура сондай жағдайда да А жиыны Б жиынына тең емес деген мағынаны білдіреді. А егерде екі жиын бір-біріне тең болған жағдайда, біз жиын эквивалентті деген тұғырымға келеміз. Кейбір пайдалы әдістер. Мысалға, len A. Len дегеніміз ол кез келген А жиынының ұзындығы немесе өлшемі деген мағынаны білдіреді. Яғни Python бағдарламау тілінде біз ұзындықты, өлшемді жазатын болсақ, len арқылы жасаймыз. Len A. А жиындағы элементтер саны, жиын өлшемі. A. is disjoint Б. Егер А және Б жиындарында ортақ элементтер болмаса, онда true, яғни ақиқат. Немесе А копия, кез келген жиынның элементін көшіру, копия дегеніміз көшірмесі. А clear, жиынды тазалау, яғни кез келген бір жиындағы элементтерді тазалау болсақ, біз онда clear командасын орындайтын боламыз, жазатын боламыз. Мысалы, енді бір есеп қарастырайық. Ұзын сан енгізілсін. Бұл санның жазбасына қандай сандар жоқ? Мысалы, 5, 8, 4, 3, 9. Бұл санда сандар жоқ. 1 жоқ, 2, 6, 7 деген есеп берілсе, оны келесі тұрғыда жазамыз. Яғни біздің Python бағдарламау тілінде келесідей болады. Мысалға, n тең кез келген айнымалы input введите число санды енгізіңіз десек, m тең set n жиыны print m-ді шығаратын болсақ, s 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, яғни с жиыны осындай элементтерден құралатын болса, келесі амал бізде орындалады. Яғни ол келесі x-тен с жиыннан біз m айнымалысын аламыз. Яғни n кез келген енгізген, біз мысалға осы сандардың арасында жоқ сандарды консольға енгіземіз ғой, біз input енгізу деп жазып тұрмыз. Сол элементтерді бізге береді. Нәтижесінде print x шығаратын болсақ, мысалға біз 6, 5, 2, 9, 6, 5 деп жазатын болсақ, бізге 6, 9, 6, 5, 9, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген элементтердің нәтижесін шығарып береді. Келесіде мысалға 3, 4, 5, 6, 2 деген консольға жазатын болсақ, 2, 6, 3, 4, 5, 9, 0, 7, 8, 1 деген элементтерді шығарып береді. Құрметті курс тыңдаушылар мен студенттер, оқушылар, бүгінгі практикалық сабағымыз тәмамданды.
Бул практикалык сабакта сиздер Python бағдарламау тилинин негизги кагыйдалары менен, негизги библиотекалары менен, сонун менен катар жыйындар менен, элементтер менен, жумуштар менен тааныш болдуңуздар. Бул практикалык сабак сиздерге унады деген сенімдемін. Сау болуңуздар.